Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен кофейный печенье жасайтын боламыз. Ол үшін біз ерітілген сары майдың үстіне қант қосамыз да жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып алдық. Енді біз оның үстіне кофе саламыз. Және какао саламыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне електен он өткізе отырып қамыр илеп аламыз. Енді біз бұны бетін жауып 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мінекей достар, менің қамырым жарты сағат тұрды. 1 сағат тұрса қамыр қатып қалады. Енді біз одан осындай кішкентай шарик жасаймыз. Осындай кішкентай шарик жасаймыз да. Доңғалатамыз. Және мен бұны грецкий орехке естіп батырып аламын. Және осылай барлығын жасап шығамыз. Мінекей біз барлық печеньемізді жасап алдық. Менде 15 тал шықты. Грек жаңғағының орнына неше түрлі зат себуге болады. Мысалы, кунжут, және піскен соң сахарный пудра себуге болады. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің печеньеміз дайын. Дәмі өте дәмді, үгіттемелі, ауызда еретіндей болып шықты. Кофенің дәмі печеньеге өте жақсы сіңген. Егер де сіздерге де ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңырау шағына басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.